Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзім жиі жасап тұратын асқабақ қосылған пирогтың рецептін ұсынғым келеді. Себебі бұл пирог өте жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Тіпті асқабақты ұнатпайтын кісілердің өзі тауысып жеп қояды. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, шым-шым тұз, 1 шай қасық қопсытқыш, ұн, әрине асқабақ қажет, содан кейін шекер, сұйық май қажет. Қажетті заттардың мөлшерін описанияда толық жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен біз асқабақты дайындап аламыз. Одан өзімізге қажетті бөлігін кесіп алып, қабығын ашып, дәнінен толық тазартып аламыз. Асқабақты жуып алып, теркадан өткіземіз. Ең бастысы, асқабақ тез пісу үшін майда әрі жіңішке болуы керек. Дайын болған асқабақты бір шетке алып қойып, жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 2 жұмыртқаны бөліп салып, шым-шым тұз себеміз. Егер сізде жұмыртқа кішірек болса, онда 3 жұмыртқа қоссаңыз да болады. Шекерді аз-аздан сала отырып, шамамен 5 минуттай миксерлейміз. Егер сізде миксер болмаса, жай ғана венчикпен немесе вилкамен араластыра беріңіз. Жұмыртқалы массамыздың көлемі 2 есе үлкейгеннен кейін үстіне жарты пиала сұйық майды қосып, тағы 1 минуттай миксерлейміз. Содан кейін дайын тұрған асқабақты жұмыртқаның үстіне салып, бір келкі масса болғанша жақсылап асықпай араластырып аламыз. Електен өткен ұнның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш салып, жұмыртқалы массаға аз-аздан сала отырып араластырамыз. Осы уақытта духовканы қосып қойсаңыз, қызып дайын тұрады. Менің формамның диаметрі 22 см. Дайын болған массаны формаға құйып, бетін тегістеп, 180 градуста қызып тұрған духовкаға салып, пісіріп аламыз. Міне, 40 минут бойы күткен пирогымыз дайын. Иісі деген енді мұрынды жарып, бүкіл кухняны алып барады. Бірақ біз дастарханға қоймас бұрын оны әсемдеп аламыз. Ол үшін сахарный пудраны електен өткізіп, бетіне толықтай сеуіп шығамыз. Пирогтың жұмсақ әрі нәзік болып шыққанын оны кескеннен ақ көруге болады. Ал дәміне келер болсақ, тіпті сөз жоқ. Оны сезіну үшін сіз оны жасап көруіңіз керек. Егер видеом ұнаған болса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта әлі талай тәттілер мен дәмді тағамдардың рецептісін ұсынатын боламын.